Сервелат шұжығы. Дәстүрлі сервелат шұжығын жылқы етінен дайындаймыз. Құрамы 80% жоғары сапалы жылқы еті, 20% жылқының қазылық майы қосылған фаршымызға рецептте көрсетілген дәмдеуіштер мен мұзды су қосып жақсылып араластырамыз. Жылқы етінің орнына сиыр етін қоссаңыз да болады. Дәмдеуіштер туралған етімізбен біркелкі толық араласуы керек. Араластыруды миксерде жалғастырамыз, етіміз осындай эмульсия күйіне жету керек. Сервелат шұжығына жасанды коллаген шегін қолданамыз. Коллаген шектің ұзындығын қалауымызша кесіп 2-3 минут суға салып жібітіп аламыз. Дайын болған шектердің бір жағын байлап, эмульсиямызды шприцке толтырып, шекке нығыздап жібереміз. Дайын болған шұжықтарды тоңазытқышта 7-8 сағатқа қалдырамыз. Одан кейін шұжық аппаратына немесе пешке салып пісіріп аламыз. Шұжықтың ішкі температурасы 72 градусқа жеткенде суға 10 минуттай салып салқындатамыз. Сервелат шұжығымыз дайын. Ас болсын.